Саламатсыздар ма оқушылар? Қарағанды облысы білім басқармасының Теміртау қаласы білім бөлімінің 9 лицейінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Жансұлтан Ардагүл. Сабақтың тақырыбы спорттық ойындар. Сабақтың мақсаты білім алушыларға жаңа тақырыпты толық меңгерту, балалардың қимыл қозғалыстарын жетілдіру, спортқа деген қызығушылықтарын арттыру, ептілікке және шапшаңдыққа баулу. Спорттық ойындарға баскетбол, волейбол, футбол ойын жатады. Баскетбол ойынға тоқтала кетсек, баскетбол ағылшын тілінен аударғанда баскет, себет, бол, доп деген мағына білдіреді. Баскетбол ойыны ептілікті қажет ететін қызу тартысты спорт ойын. Оған 5 ойыншыдан тұратын 2 команда қатысады. Баскетбол алаңының қарама-қарсы екі шетіне орналасатын қалқаны бар тағандарға корзинке бекітіледі. Баскетболды таза 20 минуттан 2 тайм ойнайды. Таймдардың арасындағы үзіліс 10 минуттан тұрады. Баскетбол алаңының өлшемі: ені 15 метр, ұзындығы 28 метр. Ортадағы шеңбердің диаметрі 2-3-6 метр. Баскетбол себеттің алаңы: ені 1-5 метр, ұзындығы 1-80 метр. Баскетбол алаңының себеті полдан баскетбол алаңының себетін биіктікке дейінгі 3-5 метр. Кальционың диаметрі 45 сантиметр. Баскетболдың добы дәстүрлі бойынша сфера формасында және қара жолақтары түскен қызғыш сары түсті болады. Топтың салмағы жас ерекшеліктеріне байланысты әртүрлі, яғни 567-ден 650 грамм құрайды. Шеңбердің ұзындығы 750-ден 780 миллиметр. Баскетбол доптың 2 түрі болады: залда ойнауға арналған, сонымен қатар әмбебап залда және көшеде ойнауға арналған. Баскетбол доптың ережесі: командалық ойын. Командада 5 оқушы ойнайды. Ұпай саны 1-ден 3 ұпайға дейін шектеледі. Допты торға лақтыру керек. Ойын 4 партияға дейін ойнатылады. Топтың салмағы жаңа жоғарыда айтып кеткендей, әртүрлі оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты әртүрлі болады. 400-ден 425, 650-ден 675 грамм. Команда мүшелері 2 жақта тұрады. Баскетбол ойынның ережесі: допты торға ойын кезінде түссе 2 ұпай, ал айып добын лақтырғанда түссе 1 ұпай беріледі. Допты ойынға төреші лақтырып қосады. Допты қолға ұстап 2 адымнан артық жүруге болмайды. 2 адым аттағаннан кейін допты не командалас ойыншыға, не торға лақтыру керек. Допты ұстап тұрып, бір орында айналуға болады, бірақ аяғын жерден көтеруіне болмайды. Допты алып жүру барысында допты иықтан жоғары допты алып жүруге болмайды. Келесі, волейбол ойынға тоқталсақ. Волейбол ойыны ағылшын тілінен аударғанда волей, қалқып ұшу, ұру. Бол дегеніміз доп деген мағына білдіреді. Волейбол спорт түрі, анығырақ айтқанда, командалық спорт түрі. Мұнда 2 команда тордың 2 жағына бөлініп тұрады. Әр команда өздеріне тиесілі арнайы алаңда ойналады. Волейбол ойынның өлшемі: ені 9 метр, ұзындығы 18 метр, ортасында тормен бөлінген. Ерлерге тордың биіктігі ерлерде 2-43 метр болса, әйелдерде 2-24 метр. Алаң 3 аймаққа бөлінеді: алдыңғы аймақ және артқы аймақ. Допты ойынға қосу аймақ деп 3 аймаққа бөлінеді. Топтың салмағы: шеңбері 65-ден 67 сантиметр. Топтың
салмағы 260-тан 280 грамм. Тордың ені 1 метр, ұзындығы 9-да 5 метр. Алаңдағы ойынға әрқайсысында 6 ойыншысы бар, 2 команда қатысады. Әр команданың ойыншылары өз алаңына орналасады. Волейбол ойынның техникасына тоқтала кетсек, ойын техникасы шабуылдау, құлау, қабылдау, кері қайтару, доптың берілуі, допты ойынға қосу, тосқауыл қою деп бөлінеді. Келесі ойын футбол ойынына тоқтала кетейік. Футболды арнайы футбол алаңында ойнайды. Футбол матч әрқайсысы 45 минуттан 2 таймнан тұрады. Олардың арасында 15 минуттан аспайтын үзіліс бар. Матчтың 90 минуты негізгі ойын уақыты саналады. Әрбір команданың негізгі құрамы 11 адамнан тұрады. Әрбір ойыншының өз функциялары бұл. Футбол алаңының өлшемі ені 45-те 90 метр, ұзындығы 90-нан 120 метр. Қақпаның биіктігі 2-де 44 метр, ені 7-де 32 метр. Футбол добының салмағы 396-дан 453 грамм аралығында. Оның диаметрі 68-ден 71 сантиметр. Әр командада максималды 11 ойыншыдан ойнайды. Қосалқы ойыншылардың санамағанда оның біреуі қақпашы. Өз айып алаңында қақпашыдан басқа ойыншы допты қолмен ұстауға болмайды. Қақпашыдан басқа ойыншылар, қорғаушылар, жартылай қорғаушылар, шабуылдаушылар болып бөлінеді. Бір ойынның аты матч. Матч 2-45 минуттан 45 минуттық бөлімнен тайм тұрады. Ойын арасында 15 минуттық үзіліс бар. Ойынның мақсаты командалық допты қарсылас команданың қақпасына салу және өз командасына салғызбау. Матчта көбірек доп салған команда жеңіске жетеді. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.